Ассалаумалейкум баршаңызға. Мына видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Аллах, да, Он один, единственный, неповторимый, к кому мы идем. Потому что, придя к Аллаху, мы просим, помоги нам в трудную минуту, защити нам, дай нам оборот, во всей правильную дорогу дай нам, чтобы мы не ушли, не упали. Но если что-то мы делаем не так, ну ты нас прости. Прости за то, что мы есть. Мы не такие, как все, да? Я инвалид детства. Бұл кісі өзі немересімен жалғыз. Қазір Үштөбе деген ауылда тұрып жатыр. Тұрып жатқан үйін жаңа жылға дейін рассрочкаға деп кезіп алған. 2 миллион теңге төлеу керек. Біз қазір 150 мың теңге жинадық. Оны үй иелеріне беріп тастадық. Бірақ егерде оны толық жинамайтын болсақ, бұл кісі тағы да қалуы мүмкін. Енді бұл кісі неге көмектесіп жатырмыз десек, бұл кісі біріншіден мүгедек, ешкімі жоқ, жалғыз немересі ғана бар. Осы немересі екеуі Алматыда тұрып жатқан жерден мындай жағдай болған. Ғанияға негізі бұл күзде болған жағдай, сентябрьдің ортасы еді. Шаруа бойынша қаланың ішінде кетіп баратсам, бір кішкентай бала коляскасын итеріп бара жатыр да апаны. Сөйтіп не болды екен деп тоқтап қал жағдайын сұрайын десем, көмек керек па деймін, көмек керек емес дейді. Сөйтіп қайда барасыздар десем, остановкаға, автобусқа бара тұрмыз дейді. Болды, жақсы, келіңіздер, такси шақырайын деп едім. Сөйтіп такси шақырып, қайда барасыз, Өжетке дейді. Сөйтіп Өжетке пока таксисін шақырып күтеміз дегенше әңгімелесіп, қал жағдайын сұрап, сөйтсе күйеуім 1 жыл бұрын өмірден озған екен. Бала шағасында жоқ. Сөйтіп бір немересімен жалғыз өзі қалған апа екен. Сол апаға енді не үйлері жоқ, күйлері жоқ. Сонымен бұлар негізі квартирада тұрып жүрген болатын. Өжетте, Временкада жалдап тұрып жүрген. Сөйтіп бір кезде осы 1 ай бұрын звондап айтады. Мынау қалада тұру мүмкін емес дейді. Я не живу, я выживаю дейді. Сонымен ауылға қарай көшсем екен деген ниеті болған. Сөйтіп өзі үй тапқан, рассрочкаға деп 2 миллионға деп тапқан үй осы болған еді. Сөйтіп енді жаймен Алла қаласа сборын ашу керек болып тұр. Әлбек бауырымыз бізге хабарласып, осы кісіге осындай көмек керек болып жатыр. Біз 20 жігіт бірігіп 100 мың теңгеден лақтырып жауап береміз деп ойлағанбыз. Бірақ ондай мүмкіншілік болмай қалды. Яғни жаңа көптеген жігіттер өз сөздерінде тұра алмай қалды дейді. Вот какое-то маленькое жилье. Я никогда ни на кого не надеялась, наверное, надеялась на волю Аллаха. Если Аллаху суждено так быть, значит суждено. Если что-то даже и получится, даже получу какую-то долю, все равно я или в учебу внуку веду, либо что-то еще пожертвую на мечеть, что-то все равно какую-то часть я пожертвую на мечеть, потому что когда ты отдаешь себя и отдаешь что-то во благо людям, то и возвращается тебе тоже во благо людям. И все вот приходит по мере своя. Вот каждый проходит свое испытание. То есть у одних так испытание, у других по-разному испытания. Но это нужно достойно пройти. Конечно, мы не просим, мы просим у людей, мы просим, но больше всего надо обращаться к Аллаху. Если мы обращаемся к Аллаху, Аллах нам дает возможность уехать, дает возможность прийти, дает возможность как-то жить, начать заново. Заново, не опираясь никого, проходя все трудности. Вот я эти трудности преодолеваю. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Садақа сендерге келе жатқан бәле және лассадат, сендердің ризықтарыңды арттырады, сендердің емдеріңе шипа. Яғни шынайы ниеттен Алла разышылығы үшін тым болмаса 1000 теңгеден лақтырып жүретін болсақ, одан кейін Алла нәсіп етсе, осы видеоны өздеріңіздің стористарыңызға, жақындарыңызға, WhatsApp-чаттарға бөліссеңіздер, менімше бір ел болып осы кісіге көмектесіп жіберуге болатын сияқты. Ал енді берекесі Алладан, тәуекел еттік, іске Алла тағала сәттілігін берсін.